Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз демалыс мәдениеті атты жаңа бөлімімізді бастаймыз. Бұл бөлімде біз ең алдымен мерекелер туралы және де жыл бойы өткенді қайталап еске түсіреміз. Мәтін және сөйлем, дыбыс және әріп, сөз және оның құрамы, сөйлем мүшелері, сөз таптары туралы білімімізді бекітеміз. Ендеше мерекелер жөнінде еске түсіруіміз үшін бейне көрсетілімге назар аударайық. Дана, қалай ойлайсың? Елдегі ең басты мейрам қайсы? Білмеймін. Меніңше, әрбір ел үшін ең басты мейрам тәуелсіздік күні. 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі күні деп жарияланды. Ту, елтаңба, әнұран секілді өзіндік рәміздердің болуы мемлекеттілік белгілерінің бірі. Дана, Қазақстан қашан мемлекет рәміздер күнін атап өтеді? Мен оны білемін. 4 маусымда. Дана, көктемде қандай мерекелер бар? Мен білемін. 8 наурыз аналар күні. 22 наурыз Наурыз мейрамы. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. 7 мамыр отан қорғаушылар күні. 9 мамыр жеңіс күні. Берілген күндерді мерекелермен тиісінше сәйкестендір. Олай болса, бүгінгі тақырыбымызға оралайық. Бүгін мәтін және сөйлем туралы білетінімізді еске түсіреміз. Мәтін дегеніміз не? Мәтінде оқиға мен құбылыс хабарланады, баяндалады, әңгімеленеді, сипатталады және суреттеледі. Мәтіннің 3 түрі бар: әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Және де жай сөйлемнің 3 түрі бар: хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, лепті сөйлем. Ендеше жаттығуларға назар аударайық. Бірінші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Біздің бәрімізде мерекені жақсы көреміз. Оған дайындаламыз. Халықтық мерекелер 22 наурыз, 8 наурыз. 16 желтоқсан тәуелсіздік күні. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні және басқалары. Сонымен бірге кәсіптік мерекелер де бар. Жыл сайын әртүрлі мамандық иелері, дәрігерлер, мұғалімдер, құрылысшылар, шахтерлер, металлургтер, тағы басқалар өз мерекелерін тойлайды. Бұл күні мерекелік жиналыс, салтанатты кеш өтеді. Үздік жұмысшыларға, қызметкерлерге атақ және сыйлықтар беріледі. Мәтін аяқталды. Ендеше балалар, мәтін мазмұнына сәйкес келетін атты анықта. Және де бұл мәтіннің қай түріне жатады? Әңгімелеу ме, сипаттау ма, әлде пайымдау мәтіні ме? Мәтінді 3 бөлікке бөліп, атауларын толықтыр. Екінші жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнына бастауыш болатын сөзді тауып жаз. Және бұлар жай сөйлемнің қай түрі екенін айт. Сабағымызды 5-ші жаттығумен жалғастырайық. Мәтінді мұқият оқып шық. Балалар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Сегізінші жаттығуға назар аударайық. Суреттер бойынша сөйлемдер құрастыр. Сөйлемдерді жай сөйлем түріне және сөйлем мүшесіне талда. Жақсы балалар, үйден 4-ші және 6-ші жаттығуларды орындайсыңдар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.